ақшта мен соны өз көзіммен көрдім. Ол толеранттылық деген ол қандай болу керек екенін өз көзіммен көрдім. Ерлі зайыптылардың біреуі мына партияда, біреуі мына партияда. Екеуі бір-бірімен бітіспес. Демократ және республикалықтар дейді. Иә, сайлау болған күні олар ұрысып қалуы мүмкін, иә. Біреусі Трампқа берді, екіншісі жаңағыдай Байденге берді. Біз өзіміздің қазақы еркіндігіміз, дала еркіндігін жерініп кеттік та. Біз біресе американдықты алғымыз келеді, біресе батыстың, Европаныкін алғымыз келеді. Қанша жерден Американың немесе батыстың демократиясын алғанмен біз көшірме боламыз бекерге. Және ол сапасыз көшірме боламыз. Сәлем баршаңызға, назарларыңызда Руханият лайф бағдарламасы. Біз әрдайым қазақтың ақыл-ойы озық азаматтарын тыңдағанды ұнатамыз және солардың қызықты ойларынан ләззат аламыз. Руханият туралы бағыттағы бүгінгі сұхбаттың қонағы руханият деген әлемді батыстан да, қазір шығыстан да қарап жүрген ерекше жігіт Данияр есімді азамат, Қанғожаев. Данияр, қош келдің студиямызға. Кофеханамызға қош келдің. Батыста біраз тұрдың, одан кейін қазір біз оңтүстік шығыс Азия деп айтатын оңтүстік шығыс Азияның көзмоншағы Куала-Лумпурда тұрасың. Сонымен әңгімемізге бірден кіріп кетейік. Руханият лайф, батыстағы рухани әлем, өзің көрген қазақтың рухани әлемі, қазір өзің ортасында өмір сүріп жатқан оңтүстік шығыс Азиядағы рухани әлем арасындағы көпірлер, байланыстар, айырмашылықтар жөнінде кіріп кетейік әңгімеге осы жерде. Америкаға, енді Америкадан бастайық. Енді Америкаға мен 30 жасымда бардым, иә. Олардан өзіңнің пікірің қалыптасқан, кейбір нәрселерге қазақ ұстанымың бар, ауылдан шыққаннан кейін бір тұғыры жақсы. Бірақ Америкаға барған кезде олардың өркениетті ел болғанмен де бізге жат дүниелер болды. Басында түсінікке, иә, түсінікке шок боласың, иә, басында таң қаласың. Бірақ бірте-бірте соған көнігесің, одан кейін қабылдай дегесің да. Біз енді өз жасыма келген кезде отбасы болып барғаннан кейін өзіміздің немізде қалдық былай, пікірімізде қалдық көп жағдайда. Көп жағдайда біз олардан көп нәрсені үйрендік. Мысалы, мен ойлайтын, мен осы студенттік кезінде пікір сайыс ойнаған. Ол кезде пікір сайыс деген бір кез келген көзқарасқа, кез келген бір ұстанымға өзіңнің екі пікірің болу да. Дұрыс та, дұрыс емес та. Тура сол сияқты менің кез келген нәрсеге дұрыс деп қарап, соны қорғап бере алатынмын. Одан кейін бұл дұрыс емес деп қорғап бере алатынмын да. Өйткені енді пікір сайыста ойында сондай тақырып түскен кезде екеуіне де қатар дайындаламыз. Екеуіне де қатар дайындаламыз. Одан кейін мен ойлайтын, мен толерантты адаммын. Мен біреудің діни ұстанымын, өзінің саяси ұстанымын мен барынша оны сыйлаймын деп. Жоқ, мен сыйламайды екем, жаңағыдай көп жағдайда өзімдікін оларға таңғым келеді екен да. Ақшта мен соны өз көзіммен көрдім. Ол толеранттылық деген ол қандай болу керек екенін өз көзіммен көрдім. Мысалы, ақшта, мысалы, университетте таңғалған нәрселерім, енді ол мұсылман елі емес, ол жерде мұсылмандардың саны бір 10%-ға да жетпеуі мүмкін, кейбір штаттарда өте аз. Бірақтан біздің университеттерде мынандай нәрсе тұрады, мысалы, әйелдердің және ерлердің әжетханасы, одан кейін барлық жыныстарға арналған әжетхана, енді бір жыныстылар кіріп шыға беретін әжетхана, және соның қасында дәрет алатын әжетхана болатын. Кәдімгі мұсылмандар дәрет алатын әжетхана болады. Дәретхана, былай айтқан кезде. Төрт есік па сонда? Төртеуде тұрады да. Төрт есік. Мынау таза әйелдердікі. Мынау таза әйелдердікі. Мынау таза ерлердікі. Мынау енді екеуі де кіре береді. Таза емес, екі адам да кіре береді. Түсіндік. Ана жерде дәрет алу үшін. Кәдімгі мұсылмандарға арналған дәретхана. Көріп таң қаласың. Үшеуі тұрады дегенде естідім мен, төртеуі тұратын. Одан кейін біздің университетте
сағат 1 мен 2-нің арасында айтады, егер сендер жұма намазға баратын болсаңдар, кете беріңдер дейді. Жұма күні. Жұма күні жұма намазға тек қана кете беріңдер, сендерге жаңағыдай сабақтан кешікті деп қоймаймыз дейді. Немесе осы жерге кілемдерің жайыңдар да намаздарыңды оқи беріңдер осы жерге дейді. Бұл таза жаңағыдай христиан дейміз ба, өзінің діні бар, немесе мүлде дінсіз сондай бір орта өзге дін өкілдерінің қалай сыйлап тұрғанын мен көрген кезде таң қалдым. Осылай сыйлай көрек екенбіз ғой. Бұдан кейін әйел мен күйеуі екі партияның өкілі болуы мүмкін, екі ажырамас дос, екі ұстанымда болуы мүмкін. Бірақтан ұстанымдарына келген кезде өздерінің нелерін, пікірлерін қорғайды. Бір сәтке келген кезде олар ары қарай дос болып өмір сүре береді. Бізде енді шығар, бірақтан бізде әлі де өзі сияқты ойлайтын адамдарды ғана қасында топтастырғысы келеді ғой. Басқаша ойлайтын адамдарды, басқа мәдениет өкілін, басқа жаңағыдай дін өкілін, мысалы біздің көпшілігімізде Қазақстанда мұсылман емес, немесе басқа ұстанымда болатын адамды өзіміз жақын тарта береміз. Оларды жақын тарта сөйтсек, ол бізде Қазақстанда бір дінде жүріп, оның ішіндегі тармақтарға бөлінеміз ғой біздегі. Соның өзінде біз біріміздің жаңағыдай шыдай алмаймыз ғой пікірлерімізге да, неғып қаламыз жаңағыдай қатты кетіп қалатынбыз. Бірақтан олар өзге діндегілердің өзінде жақсы қабылдай береді екен да. Ол жаңағыдай үстірт болсын, бірақтан бәрібір олар толеранттылығын барынша көрсетеді. Данияр, бұл руханияттың кемелденуі ма, жоқ әлде ақылдың толысуы ма, жоқ әлде ол жай эволюцияның нәтижесі ма? Меніңше бұл бір руханияттардың олардың кемелденуі деп ойлаймын. Бір деңгейге жетті, адамдар барлығы тең, және адамдар әртүрлі болуы мүмкін, пікір алуан болуы мүмкін, және адамдардың барлығы мен сияқты ойлау міндет емес деген нәрсені олар қабылдады. Бізге не жетпей жатыр сонда? Оны олар мектеп жасынан, балабақшадан бастап сіңіреді. Мысалы, Нью-Йорк қаласында, Массачусетс қаласында, Калифорния штатында, қаласы деп штаттарында мұсылмандар көп емес сол жақта. Бір мектепте 500 бала оқитын болса, сол жерде 50 ғана мұсылман бала болуы мүмкін. Мұсылман елінен келген адам болуы мүмкін. Бірақ мысалы Нью-Йоркта Құрбан айтта 3 күн, ораза айтта 1 күн демалады. Бүкіл қала. Қазақстанда 1 күн демалады. Құрбан айтта, ораза айтта демалмайды. Тура сол сияқты Массачусетте. Бірде-бір жаңағыдай американдық айтпайды. Біздің класста, біздің мектепте ол ұлттың, ол діннің өкілі жоқ қой, біз не істеп демалып жатырмыз деген сияқты. Өйткені тура сол сияқты олар ертесіне Қытайдың мерекесіне, одан кейін үндінің мерекесіне сөйтіп мектептің кезінде тек қана демалып қана қоймай айтады. Мысалы, осы 1 аптадан кейін, 2 аптадан кейін мұсылмандардың Құрбан айт мерекесі келе жатыр. Осы туралы біз ақпарат алуымыз керек. Оны кім береді? Ана діннің өкілі, сен айт. Не ол дін? Тура сол сияқты Chinese New Year келеді, жаңа жыл, Қытайлардың жаңа жылы келе жатыр. Оның артықшылығы де, неге оны тойлайды, қалай тойлайды? Әр оқушы өзінің дінін, өзінің жаңағыдай мәдениетін сол жерде көрсетеді. Және бір жағынан оқытушылар да мұғалімдерді көрсетеді. Енді мектеп жасынан бастап барлығын әр діннің өкілін сыйлауды, әр ұлттың өкілін түріне, түсіне. Данияр, сөзіңді бөлейінші. Әңгіме басталғаннан бері дін туралы айтып отырмыз. Сонда руханият дегеніміз тек қана дін ба? Әрине дін емес. Тек қана оның ішінде мәдениет, оның ішінде өзара жаңағыдай сыйласу. Мысалы, жаңа сіз әдемі айттыңыз. Біздің мынау ерлі зайыптылардың біреуі мына партияда, біреуі мына партияда, екеуі бір-бірімен бітіспес, демократ және республикалықтар дейміз. Енді осы саяси тұрғыда рухани кемелдену бар ғой? Сол саяси өмірге, адамдардың кәдімгі күнделікті өміріне қалай әсер етеді? Дінімен біз түсінікті. Қалай әсер етеді?
бұлар менің ойымша мынау мәдениет деген кезде бұлардың бірінші жаңа басқа жаңа саяси жағына келген кезде бұлардың саяси сауаттылығы жетілгені, иә, мектеп жасынан немесе жаңағыдай университет, одан кейін отбасылық өмірде саяси сауаттылығы жетілгені, одан кейін олардың рухани бір толысуына бір септігін тигізеді қосымша, иә. Ол центрист болуы мүмкін, және солшыл болуы мүмкін, оңшыл болуы мүмкін, бірақтан оларды дінде мынау саяси бір сауаттылық қана біріктіріп қойған жоқ, олардың бір рухани бір кемелденуі, толеранттылық, иә, басқа пікірді жай ғана сыйлай салу, иә, басқа діннің өкілін, басқа жаңағыдай мәдениеттің өкілін жай ғана сыйлай салу, оның мәдени, мысалы ол жаңағыдай Қазақстаннан барған қазақтар немесе орыс тілдер болсын, Америкаға барған кезде басында демократ болады, одан кейін республикашыл консерваторлар болады. Неге? Өйткені басында жаңағыдай оларға да не керек? Демократтардың жеңілдіктері керек, халыққа беріп отырған, одан кейін келген кезде консерваторлар көбінесе біздің мәдени, біздің менталитетімізге сәл-сәл болса жақындау. Олар отбасылық құндылықты алға алады. Олар жаңағыдай бірінші руханият болу керек, адамның өзінің бір дінді болу керек, немесе бір қандай да сенім болу керек деген нәрселерді басымдық қылады. Біздің қазақтарға да, Қазақстаннан барған басқа да азаматтарға да осы нәрсе жақын. Өйткені біз бәрібір отбасылық құндылықтардан ажырағымыз келмейді. Бәрібір жаңағыдай мәдениетімізден ажырағымыз келмейді. Осы жағынан бізге жақын, және бір бұған да бәрібір сол саяси бір сауаттылықтан кейін келетін сияқтымыз. Кейін мынандай нәрсе. Айтып отырмын ғой, әйелі мен күйеуі әртүрлі неде саяси партияның өкілі болса да, иә, сайлау болған күні олар ұрысып қалуы мүмкін, иә. Біреусі Трампқа берді, екіншісі жаңағыдай Байденге берді. Біраз күнге дейін ұрысып алмауы мүмкін. Ондай оқиға болған, мен күйеуімен сөйлеспейді. Күйеуім айттым, жаңағыдай бөлек бөлмеге жатасың деп айттым деген сияқты. Диванға жатасың деген сияқты. Америкада сондай танысымыз болды. Бірақтан бәрібір оларды біріктіретін бұл саяси жеміс, бәрібір оларды біріктіретін ол Америка қоғамы. Ал Америка қоғамы, оның ішінде барлығы да бар. Түсінікті, Данияр, қазір мен сен суыңа қарап қызып отырмын, сұрап келейін. Сосын Малайзия туралы жалғастырамыз әңгімені. Рахмет, Данияр. Сонымен жалғастырамыз. Енді Американы сәл сыра тұрып, шығысқа қарай, Малайзияға қарай өтсек, қанша жыл болды тұрып жатқан ол жақ? Жыл болған жоқ. 7 айдай болды. 7 айдай? Бір жыл болды. 7 айдай болды, иә. Қалай? Сіз енді контрастқа өтіп кетпедіңіз да, бірден бірақ бірінші Қазақстанға келдіңіз, кішкене реалиге бейімделіп барып, содан барып жаңа өріске шықтыңыз ғой. Жаңа өріс, иә. Дегенмен де байқалатын болар. Иә, байқалады. Өйткені енді Малайзия сол Американың шығыстық мұсылмандық варианты десек болады. Бірақ оларға Америкаға толеранттылық, өзгенің мәдениетін сыйлау, өзгенің көзқарасын сыйлау, оларға бір саяси құрылымдар арқылы келетін болса, ал малайзиялықтарға ол дін арқылы келген да. Өйткені дінде де айтады, өзгені сыйлайсың, өзгені құрметтейсің, елдің барлығы мұсылман болу міндет емес. Сен өзің пікіріңді ешкімге таңба, сен өзіңмен өзің өмір сүр, сен үлгі болатын болсаң, сенің дініңе де келуі мүмкін, сенің мәдениетіңе де келуі мүмкін. Тура сол сияқты. Малайзияда малай халқынан бөлек Қытайда өмір сүреді, 22-23%-дай, 7-6%-дай үнділер өмір сүреді. Одан бөлек келім-кетім өте халық көп. 34 миллион халық болатын болса, жылына 26 миллион шетелдік адам келеді. Оның барлығы әртүрлі. Бірақ ешкімге мен осы 7-8 айда жүріп, екі малайдың, немесе малай емес басқа бір өздерінің ұлтты халқының бір-бірімен агрессия болып, бір нәрсеге таласып атқанын көрген жоқпын. Ол тұрмыстық деңгейде де, немесе бір жаңағыдай біреудің көзқарасы сыйламай, біз біреудің көзқарасына жаңағыдай артық сөз айтып та,
бір талас тарсын көрген жоқ. Бұлар момын дейміз, бірақ момын болғанымен өзінің құқығын қорғай алатын және өте ұлтшыл, ұлтжанды халық өсіп келеді, дінінде қорғай алатын және бүкіл мынау отбасылық құндылық, өзінің мәдениетін сақтау, өзінің тілін сақтау. Малайзияда малай тілін білмесеңіз, сіз ешқандай қызмет ала алмайсыз. Егер сол елдің азаматы болмасаңыз. Сіз білесіз ба азық малай тілін? Жоқ, малай тілін. Бұл маған қатысы жоқ. Жалпы деймін бе? Жоқ, білмеймін. Мемлекеттік мекемелерде жұмыс істей алмайсыз, иә? Малай тілін білмесеңіз. Малай тілін білмесеңіз, мектепті бітіре алмайсыз. Егер сол жердің азаматы болсаңыз. Азамат емес біз сияқты адамдар, ол қатысы жоқ. Біз балаларымызды шетелдің халықаралық мектептерге бере береміз. Ал сіз үнді боласыз ба, қытай боласыз ба, мемлекеттік мектепке баратын болсаңыз, тек қана малай тілінде. Бірақ сонда да мына ұлттардың, басқа елден келген адамдардың құқығын, олардың талаптарын барынша өздерінің шамалары келгенше қорғап отырады. Мысалы, 6% малай болса, 6% үнді болатын болса, олардың мерекелер бар, ұлттық мерекелер бар, діни мерекелер бар. Сол мерекені, мемлекеттік мереке ол, бүкіл малай халық мемлекеті сол күн демалады. 34 миллион халық демалады, бірақ ешкім айтпайды. Сендер 6%-сыңдар ғой. Сендердің құқықты енді, сендерді сыйлап тұрмыз, бірақтан енді сендерге олар барлығымыз 34 миллион халық демаламыз ба деген сияқты. Тура сол сияқты үнділерге де, қытайларға да. Және барлығын санына қарамай, барлығын теңдей дәрежеде көреді. Теңдей дәрежеде көреді. Бұл исламдық, бір мұсылмандық толеранттылықтан келіп тұрған нәрсе сияқты. Халықтың менталитеті әртүрлі болғанмен, америкалықтың, қазақтың, малайдың, қытайдың менталитеті әртүрлі болғанмен, рухани құндылықтар жақын болады, ортақ болады көбіне. Енді азиялық елдердің бір-біріне жақындығы бар. Азиялық ел бәрібір ол отбасылық құндылықтарға және де бір қандай да бір сенімге байланған. Ол мен қайсысы именно ортақ дегенді айтқым келіп отыр да. Қайсылар мысалы адамзатқа ортақ, сіз көрген жерлерде сол нәрселер ортақ көбіне? Көбінесе ол Азия елдерінде екен. Азия ғана. Малайзия елінде екен. Көп жағдайда біз соны байқадық. Адамдардың бір-бірімен байланысында руханиятты жоғарыға қояды. Барынша жаңағыдай балаларына, отбасыларына сол бағытта бірінші тәрбие бергісі келеді. Өздерінің мәдениетін танытып алғысы келеді. Өздерінің тілдерін танытып алғысы келеді. Одан кейін барып, енді Азия елдері Американың халқы сияқты әлем азаматы болуға таласпайды. Ол бағытта балаларына тәрбие бергісі келмейді. Соның ішінде Малайзия елді. Қанша ұлт, қанша ел ұлттың өкілі тұрғанымен, қанша халық келіп жатқанымен балаларын малай қылып, қытайлық отбасы болмаса балаларын қытай қылып, бірақтан өзінің руханиятынан сусындаған азамат ретінде өсіргісі келеді. Енді бір Америкада оларды сен енді әлем азаматысың, сен американдықсың, бірақтан сен кез келген елде өмір сүре аласың, кез келген мәдениетпен байланыса бересің деген сияқты көбінесе еркіндік беріледі. Кейде аса қатты еркіндік беріледі Америкада. Бірақ Малайзияда онда еркіндіктері беріледі өзінің бір деңгейіне дейін ғана. Данияр, мынандай сұрақ осы жерде. Осы сұрақтан осы Америкада барынша еркіндік, малайзиялықтарда жаңағы ұлттық құндылықтардың призмасынан берілетін еркіндік, қазақтарда енді біз әлі қалай екен оғын көре алмай, біле алмай отырмыз, әлі қалыптаса алмай. Енді осы руханият, рухани ілімдері, рухани құндылықтар, осыларды қабылдау үшін балаға жастай сіңірілу керек па? Жоқ әлде адам бойына жүре қалыптаса ма? Қандай қабілеттер керек? Рухани құндылықтар барынша балаға жастай берілу керек.
Өйткені баланың ол мінезіне, баланың мінезі қалыптасып қоятын болса, жағымды, жағымсыз әсерлер бекітіліп қойған кезде көп жағдайда руханият сіздің тәрбиеңіз жұқпай қалуы мүмкін. Біздің Америкадан баламыз 12-11 жасқа толған кезде қайтып көшіп келуімізде, сабағымыз аяқтағаннан кейін бірденнен 10 күннің ішінде көшіп келдік, қайтып келдік Қазақстанға. Біз сондай мақсат қойдық, балаларға біз қазақы тәрбиені беруіміз керек. Өйткені осы жастан кешіксек, біз кешіп қаламыз. 13-тен кейін ол бала қабылдамауы мүмкін. Әсіресе, Қазақстанда болатын болса, мен оны ұрып болса да қабылдатуым мүмкін, Қазақстанда, қатты тәрбиемен, бірақ Америкада өскен балаға, еркін өскен балаға біз ондай ұлттық тәрбиеңізді қатты таңалмайсыз. Сондықтан ол жақтағы бір кемшілік, ұлттық тәрбиеңізді бере алсаңыз, 13-14 жасқа дейін бердіңіз, бере алмасаңыз, одан кейінгісінде кемшін болып жатады. Өйткені, мысалы, 90-шы жылдары барған отбасылардың енді балалары сол жақта мектеп бітірді, университет бітірді, бірақ олардың отбасы халықаралық болып кетті, олардың отбасы нигериялық әйелі нигериялық болуы мүмкін, немесе күйеуі америкалық болуы мүмкін. Егер мен Америкада ұзақ қалатын болсам, қазақ тілінде сөйлейтін, осы 7 атамнан келе жатқан қазақ тілінде, қазақы құндылықпен, қазақы мәдениетпен өмір сүретін балам, мен соңғы ұрпағым, сол менің балам ғана болуы мүмкін да, мен баламды жаңағыдай қатты тоқпақпен болса да қазақтылықпен ұстауым мүмкін, ары қарайса мен шамам келмей қалады да. Сондықтан біз ертерек келгенімізде сол. Біз руханиятымыздың үшін келдік, байқаңыз. Осындай ойлайтын, араласатын жігіттердің арасында көп болды ма? Осылай дәл осындай ойдағы. Енді араласасың, пікірлесесің, достарың бар, барбекю. Қазақы тілдегі балалар, қазақ тілі айтамын. Қазақ тілдегі балалар, ол мысалы 10 жылға мен көбісі айтады, мен 10 жыл тұрамын осы жерде Америкада. Мәдениетін алайын, жаңағыдай саяси, жаңағыдай сауаттылығын алайын, білімін алайын, бірақтан біз қайтамыз, түбі қайтамыз деп отырады. Ал өкінішке орай орыс тілді, ол қазақ болсын, басқа ұлт болсын, олар айтады, какая разница, мы один раз живем, пусть жаңа Американы көрсін, нені көрсін, маған бәрібір ақтан ала ма, қаралана ма, қоңыр ала ма, главное басты, ең басты бақытты болса болды емес. Яғни біздің сұхбатымыздың түйіні осы жерде сияқты, Данияр. Демек біз қазақ тілінде тәрбие алсақ, қазақ тілінде тәрбие алсақ, руханиятымызды ұстап қаламыз. Сол бізде болып тұр ғой. Біз Малайзияға барсақ, енді Малайзияда қалай қазір? Малайзияға барсақ та біз осыны ұстап жүрміз. Қазір бізде мынандай нәрсе. Біз тұрып жатқан үйде қазір 17-18 отбасы тұрады. Тұрып жатқан үй дегеніміз бұл? 44 этажды ЖК деп айтайық, біз кім айтқан кезде. Біз балаларымыз айтамыз, бірге іс-шаралар жасаймыз, 17 отбасы. Бір 20 шақты бала бар. Тұсаукесер болса жасаймыз, өйткені балалардың өмірге келіп жатқан балалар бар сол жерде. Солардың бесік тойын жасаймыз. Енді алдағы мысалы Наурыз келе жатыр да, біз Наурыз жасағымыз келіп тұр. Өйткені біз өзіміз бір не болып қалдық, комьюнити болып қалдық. Қоғамбыз дейсіз ғой өзіміз. Малайзиядағы жаңағыдай диаспора өзі жастаса жасар, бірақ біз өзіміз балаларға тәрбиемізді беру үшін. Өйткені біз бұны қаяқтан көрдік. Бостонда 100 шақты отбасы, Бостон қаласы, 100 шақты отбасы болды. Қазір 150 отбасы шығар. Қазақтар. Сол жерде біздің қауымдастығымыз бар еді. Сол қауымдастық айына бір рет тек қана балаларға ұлттық тағамдар таныстыратынбыз. Тек қана біреу жент әкеледі, жент, манты емес, кәдімгі жент, талқан, бауырсақ пісіреді. Сөйтіп балаларды отырғызып қоямыз дастарханға. Бәрін отырады, біз тұрамыз. Мынау жент. Бұл қалай жасалады? Бұның жасалу тарихы, бұл неге жент деп аталады деген сияқты балаларға 5 жастағы балалардан бастап, мектеп жасындағы балалардың барлығына түсіндіретінбіз да. Тура сол сияқты іс-шараларымызды арқан тарту, іс-шараларымызды жаңағыдай ұлттық ойындар, асық ату, сол сияқты ұлттық ойындарымызды көрсететінбіз Америкада. Енді бұл әр қаладағы сол жердегі белсенділіге де байланысты да. Қазақы белсенді, қазақы руханиятқа толы жастар болатын болса, осы бағытқа қарай кетеді. Ал
қазақы руханияттан алыстау болатын болса, олар жаңағыдей Американың ойынын ойнап кетуі мүмкін, басқа ойын, ол жаман деген жоқ, бірақтан анау тамырынан ақпарат бермей қалуы мүмкін, иә. Сонда біз осы Малайзияда да біз 1 жыл боламыз ба, 5 жыл боламыз ба, балаларымызға осы нәрсені, мынау олардың қазақы тәрбие алу, қазақы руханияттан қол үзбеуін біз жүйелі түрде ұстап отыруымыз керек та. Өйткені олар қазір сол жақта өмір сүріп жатыр. Сол жақтың білім сапасы жақсы болған екен, біреу жаңа ағылшын тілін үйреніп, білім алам деп барып жатқан екен, ата-анасының қасында барып жатыр, Бірақтан қазақы нәрсені, қазақы құндылықты олар қазір беріп қалмасақ, ол университет болған кезде, студент оқып жүрген кезде біз бере алмаймыз. Берсек те ол өзі кітаптан оқуы мүмкін, ол кезде бойына жаңағыдай сіңбеуі мүмкін. Бойына сіңбеуі мүмкін. Өйткені неге айтып жатырмын да, мысалы, осы жаңа жылдың алдында Австралияда бір 20 күндей сапар шектік. Мен ойлайтын, мысалы, Австралия ол да бір Американың бір түрі ғой деген сияқты да, иә. Сөйтсек, Австралия ондай емес екен. Австралия тура біздің қазақы лыққа, біздің бір менталитетімізге жақын, қазақымыз менталитетімізге жақын екен. Оларда ит жетектеген Австралиядан гөрі бала жетектеген Австралия көп екен. Оларда тренд көп балалы болу. Көп балалы болу. 4-5 баласы бар адамды Америкада көрсек, бір есімізде қалатын. 4 баласы бар адамды өткенде бір жерден көргем деген сияқты. Америкалық деймін. Америкада сөйтіп көресің, өткенде 4 баласы бар адам болды, ана бір адамның деген сияқты. Ал Австралияда 2-ның бірінде 3-4 баладан жүреді екен. 2-ның бірінде. Бұл біздің кәдімгі қазақтың менталитетіне сай көп балалы болу үрдісі оларда жақсы. Неге? Өйткені олар дінінен ажырамағандар екен. Олар діннен ажырамаған, оларда жаңағыдай отбасылық құндылық бірінші орында, жаңағыдай жұмыстан да, басқадан да отбасылық құндылық бірінші орында екен. Балаларына максималды түрде өздерінің ұлттық тәрбиелерін, өздерінің жаңағыдай мәдениетін беруге тырысады екен. Яғни жалғызбастылық деген емес, оларда тренд отбасылы болып өмір сүру, отбасымен бірге демалу, отбасымен бірге қыдыру. Ал Америкада өкінішке орай 18-де толған кезде балаңды айтасың, сен давай, все, енді елімнен квартираның ақшасын бөліп төлейміз. Иә? Немесе сен үйді басқа жақтан аласың деген сияқты. Бізге енді басында ойымызға қандай қатты бір шок болған нәрселер болды, но бірақ кейіннен бұл бір қалыпты, бір солай болса болу керек шығар деген сияқты нәрсе болды. Ал Австралияда осындай нәрселер мүлде қарама-қарсы екен оларда. Данияр, балаң алды қаншада? Жасы? 13-те. 13-те. Алды 13-те. Неде оқып жатыр? Малайзияда оқып жатыр. Қазір енді пәт-пәт сөзіңнен байқап отырмын. Балалар таза енді қазақ ортада өсіп келе жатқан сияқты. Қазақ ортадан алыс болса да, қазақ енді үйде, мини ортада. Қанша боласыңдар деп ойлап отырсың бұйырса? Мақсат қалай алда бұйырса? Біздің мақсатымыз енді ол көріп келу. Бір жағынан балалардың сол жақтағы білімі біратала кеткеніміз жоқ. 1 жыл, 2 жыл көріп, оның үстіне бізде сол Малайзияның білім жүйесін зерттегіміз келеді. Бұлар қалай дінді де ұстанады, мәдениетінде ұстанады, және сол уақытта өздерінің британдық білім жүйесімен сапалы білім беріп жатыр. Өйткені олар британдық білім жүйесі, британдық, енді батыстық білім жүйесі, бірақтан өзінің ұлттық құндылықтарын олар ұстап жатыр. Осыны да біз іштей зерттегіміз келді. Өйткені бізде осы Қазақстанға келген кезде біз батыстық білім, енді Қазақстандағы жекеменшік білімге бердік. Бірақтан бізде мектептерде жекеменшік мектеп болғаннан кейін ба, білмеймін, мемлекет мектептерде ондай жоқ шығар. Біздің ұлттық тәрбие жағынан бір үлес алмадық мектептен. Ақсап жатыр, иә? Ал бұларда оны беріп жатыр екен. Малайзияның халықаралық болса да, жекеменшік мектеп болса да, мемлекет мектеп болса да, баланың ұлттық өзінің малайзиялық немесе білім несін, тәрбиесін, құндылықтарын, руханиятын олар беріп жатыр. Мектептен толтырып жібереді екен олар. Тіпті 1 жастан бастап кәдімгі баланы жолға қойылған кешенді бағдарламалар бар. Мектепті бітірген кезде толыққанды
өзінің тарихын, өзінің дінін, ділін, тілін толықтай алып шығады екен. Тамаша. Және қосымша ағылшын тілімен және қосымша батыстық біліммен алып шығады. Батыстық білім жүйесімен алып шығады. Тура солай университетке секіреді, бірақтан олардың азаматтары әлем азаматы болуға тырысып жатқан жоқ. Олардың азаматтары малай болуға, Малайзияның азаматы болуға, сол елдің бір мақтанышы болуға тырысып жатыр. Бізге қай модель ыңғайлы? Бізде қазір көбінесе сырттан танылып жатыр да. Сырттан танылып жатыр. Біз өзіміздің қазақы еркіндігіміз, дала еркіндігін, қазаққа еркіндіктен жерініп кеттік та. Біз біресе американдықты алғымыз келеді, біресе батыстың Европаныкін алғымыз келеді, біресе кейбір сырттағы елдердің танылған демократиясын алғымыз келеді. Менің ойымша біз еркін ел болуымыз керек. Еркін елге қадам басып жатырмыз. Бірақ сол уақытта да біздің ұлттық құндылықтарымызды, руханиятымызды жоғалтып алмауымыз керек. Өйткені еркіндік кейде біздің ұлттық руханиятымызға да әсер етуі мүмкін. Әсер етіп те жатыр, не обязательно енені сыйлау деген сияқты, атаңды сыйлау міндетті емес қой, үлкенді сыйлау міндетті емес қой, бәріңе теңсің ғой деген. Жоқ, бәріміз теңдіміз. Бірақтан үлкенге ізет, кішіге құрмет, ол бәрібір біздің ұлттық тәрбиемізде. Біз одан ажырамауымыз керек та. Біз одан ажыраған кезде біз өзіміздің кім екенімізді білмей қаламыз. Біз американдық бола алмаймыз. Біз Америкада емеспіз. Біз қазақ бола алмай қаламыз. Өйткені біз негізгі өзіміз ұлттық руханиятымыздан ажырап кеттік. Мәдениетпен байланысуымыз керек, бірақ байланысу оны көшіріп алу емес, байланысу оның жақсысын алу, өзіңнің менталитетіңе сай болатын болса алу, сай емес болатын болса керек емес нәрсесін тастай салу. Өйткені біз қанша жерден де Американың немесе батыстың демократиясын алғанмен біз көшірме боламыз бекерге. Және ол сапасыз көшірме боламыз. Ал сапалы болу үшін біз керек нәрселерімізді алуымыз керек. Бірақтан ол жоғарыдан танылмау керек. Әрбір адамның өзінің бір азаматтық кемелдеген сәтінде біз оған жетеміз. Ағылшындар степ бай степ, қадам-қадаммен бізге танылмау керек ең бастысы. Бізге біреу үйретпеу керек, біз өзіміз үйренуіміз керек ол нәрсе. Керек емес нәрселерден бас тартуымыз керек. Қазақ руханият сіңіруші ұлт бола ма, жоқ әлде таратушы ұлттың дәрежесіне жете ма? Бұл соңғы сұрақ болсын бүгінгі сұхбатымыздағы. Кімге таратушы? Мәселе сонда ғой. Егер біз өзіміздің ұрпағымызға болатын болса, өзіміздің ұрпағымызға таратушы, бойға сіңгенді артымыздан келе жатқан балаларымызға, ұрпағымызға бере алатындай болуымыз керек. Егер біз өзімізбен ғана алып кететін болсақ, онда біз сол жерден жаңағыдай үзіліп қаламыз. Ондай мемлекеттер бар мысалы. Малайзияның қасында Филиппин сияқты елдер бар, тағы да Таиланд сияқты елдер бар, өздерінің ұлттық нелерінен, құндылықтарынан айырылып қалған, сырттан танылған, мәдениеттен сырттан танылған демократиямен өмір сүріп, көп нәрсесіне жоғалтып алған өзін. Мен бір-екі ғана мысалды айтып отырмын да, сол сияқты. Біз бәрібір өзіміздің ұрпағымызға бір максималды түрде қазір бермейтін болсақ, ол бір қазір ақпараттық уақытта ол алады, бірақ ол TikTok арқылы алады. Немесе ол жаңағыдай әлеуметтік желілер арқылы алады. Керек емес жаңағыдай әдеттер қалыптастыру, керек емес, білмеймін, қазір мынау бір тинейджер жас жеткіншектер бізде қатты жаңағыдай еліктеп жатыр да. Ал оларға бір нәрсені бере алу біздің осы 30 пен жаңағыдай 60-50 жастағы адамдардың үлкен мойнында тұрған жүк негізі. Үлкен мойнында тұрған жүк. Егер біз оларға ең болмаса отбасылық деңгейде, ең болмаса жақын жұрағатымыздың деңгейінде әсер ете алмайтын болсақ, біздің ұлттық құндылық, руханиятымыз деген нәрселеріміз осы жерден аяқталып қалуы мүмкін да. Біз ары қарай уже әр елдің көшірмесі боламыз. Бірақтан қанша елге барсам да, мысалы Жапонияға бар, өздерінің ұлттық құндылықтарына өте қатты байланған, өздерінің руханиятына қатты байланған. Олар сонысымен
ерекше болып жатыр. Иә. Және адамдар сол үшін барады. Ол жақтан бір демократияны көруге, ол жақтан бір америкалық бір стайлды көруге бармайды. Олардың сол ұлттық құндылықтарын көргісі келеді, ұлттық мәдениетін көргісі. Тура сол сияқты Кореяның аэропортынан кірген кезде сізді бірінші күтіп алатын, олардың ұзын қызыл көйлек әдемі киімдерімен күтіп алатын ұлттық киімдерін киіп алған адамдар. Бірінші соны таңады. Міне сіз қайда келгеніңізді біліңіз, біз осында елміз. Және біз әр күнге былай иіліп тұрамыз деген сияқты. Сіз бай болсаңыз да, кедей болсаңыз да. Және оны параллельді түрде, яғни кей-поп дейді, басқа дейді, бірақ соның қасында өздерінің ұлттық руханиятында олар жоғалтып жатқан жоқ. Соны сақтап, соны балаларына максималды түрде жеткізіп жатыр. Бізде осы нәрселер тек қана 22 наурыз бен 1 мамыр мерекелерінде ғана қолға алынады да, ал басқа уақыттарда біз олардан жоқпыз былай айтқан кезде. Бір акциялық, бір күндік іс-шаралармен ғана шектеліп. Науқаншылдық дейсіз ғой. Науқаншылдық. Ал науқаншылық болмас үшін ол нәрселер біздің күнделікті өмірлерімізде болу керек. Күнделікті өмірде мемлекет оның нәрсенің бәрін ұйымдастыра алмайды, оны ұйымдастыратын әрбір жеке азамат. Тамаша. Рахмет, Данияр, сұхбатыңызға. Өте мағыналы. Бірнеше тұсында мен қатты сүйсініп, мысалға Америкадағы балаларға ұйымдастыратын мерекелерді біз Астанада да ұйымдастырсақ болады екен. Шындығында Астанада біраз Америка болмағанымен, біраз орыстанып, қазақша сөйлейтін балаларды көшеден кездестіру өте қиындап бара жатқан жағдай бар. Сондықтан да өте әдемі әңгіме болды. Рахмет. Алдағы ісіңізге сәттілік. Қадірлі Руханият Лайфтың көрермендері, бүгін біздің студиямызда қонақ болған. Кофеханамызда көшпенді жігіт, әзір Америка, Малайзия, тағы да басқа елдерді аралап жүрген Данияр Ханғожаев болатын. Рахмет, Данияр, сұхбатыңызға. Елге келгенде хабарласып тұрыңыз, осындай әдемі әңгімелермен бөлісіп, жақсы сұхбат құрып тұрайық. Кофеге шақырып тұрыңыз. Иә, кездесейік осы жерде. Рахмет, жақсы.